Нұр-Сұлтан қаласында 2020 жылғы 13 наурыз бен 13 желтоқсан арасында 16.880 жағдай тіркелген, оның ішінде 10.440 симптомдармен, 6.440 симптомсыз. Коронавирустың жағдайларының тіркелу жалғасуда, тәулігінде 50-ден 120-ға дейін ауру белгілері бар жағдайлар тіркеледі. Ересектер, мектепке дейінгілер және мектепке баратын балалардың арасында да тіркелуде. 10 желтоқсаннан бастап қала қызыл аумаққа ауысты. Бұл бірінші кезекте қала тұрғындардың алдын алу шараларын сақтамауға байланысты. 10 желтоқсан күні алғашқы зертханалық расталған 118 жағдай тіркелді. Оның ішінде 72 симптомдар мен 46 симптомсыз. Сіздер білесіздер, осы келе жатқан мейрамда елорда тұрғындары 4 күн демалады. Осы уақытта сіздер туыстарыңызбен және жақындарыңызбен отбасыларыңызда болғандарыңызды қалаймын. Бұл ретте бас мемлекеттік санитарлық дәрігер ретінде елорданың әрбір тұрғынына өз денсаулығыңыз бен жақындарыңыздың денсаулығыңыз үшін ұмытпауыңызды сұраймын.